Майкл Джексонның өлімі поп-музыканың королі туралы ең үлкен жұмбақтардың бірі. 2009 жылы оның жүрек тоқтауынан қайтыс болғаны ресми түрде хабарланғанымен, жылдар бойы бұл өлімге қатысты көптеген күмән мен теориялар пайда болды. Бастамас бұрын, мен 10 000 подписчик жинауға мақсат қойдым. Қазірдің өзінде каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басыңызшы. Ал пікірге тек нүкте жібере салсаңыз да үлкен қолдау болады. Рахмет. Ал енді қызықты фактілерді жалғастырамыз. Кейбір адамдар Майкл Джексонның өлімі алдын ала жоспарланған деп ойлайды. Олар Майкл шын мәнінде басқа өмір бастау үшін жоғалып кетті дейінге сенеді. Әлеуметтік желілерде оны 2016 жылы Бразилиядан көрдім деген адамдардың айғақтары бар. Өлімнен кейінгі жерлеу рәсімі жабық түрде өтті, ал көпшілік оның денесін көрмеді. Джексонның өлім алдындағы бірнеше сұхбаты оның бір нәрсеге дайындалып жүргенін меңзеген. Майклдың жерлеу рәсіміндегі табыт ашық болмады. Көптеген адамдар табыттың салмағы тым жеңіл болғанын айтқан. Жерлеу рәсіміне қатысқан кейбір туыстары оның шынайылығына күмән келтіргендей әрекет еткен. Кейбір жанкүйерлер Майклды танығандай болған видеолар мен фотоларды бөліседі. Олар оның Бразилия немесе Таяу Шығыста жаңа өмір бастағанын айтады. Айтпақшы, Майкл Джексон тірі болуы мүмкін дегендер, өлім күні оның қолтаңбасы бұрынғыдан ерекше болған деп айтады. Бірақ қалай ойлайсыз, бұл шындық па? Бұл теориялар шындыққа жанаса ма? Әлде жанкүйерлердің оны сағынғанынан туған ойлары ма? Пікір қалдырып, өз ойыңызды бөлісіңіз.